Басталды майдың парады демекші, өз айтпашы. Салғай басталды майдың парады. Май бітейін деп жатыр, мен әлі парадта жүрмін. Ал ет. Сиқыр. Сиқырласы ет. Ал. Қомағай, біраздан кейін болшы деп тұрмасын. Мен уже осындамын. Айтасың ба жоқ па? Ал ет. Нет, я улетаю завтра. В Атырауская. Че? Сонымен қашан келесің? Так, 2 сағаттадамын. Жоқ, 3 күні келемін, 3 таңда. Бірі жоқ, келмеймін. Арғай ақтау қошам, 3 күні келемін таңда. Ертең 31. Ертең 31. Я завтра там первое неизвестно. Негізі первое болу керек. Бірақ өзгеріс шығарып жатыр ғой. Негізі бүгін баруым керек еді. Ертең келесіз еді. Второго я здесь. Сиқырлас үйге аттанамыз ба? Мая, қомағай өте әдемісіңдер. Сәлеметсің бе, сиқырлас үй қожайыны? Мая, қомеке. Қомақа! Десе. Айча, қазақша ғады. Қазақша. Кетші. Мая, қомағай, өте әдемісіңдер. Не oldu? Қомеке дейсің. Сәлемет. Қомақа де. Қалдер қалайды. Ал елем абға. Кетті. Қожайыны. Шолтнула. Сәлеметсің бе, сиқырлас үй қожайыны? Бәрін өзім. Озым ойлап тауып, мына киімді да жасадым деді. Бәрін өзім ойлап тауып, мына киімдерді жасадым. Өте керемет болыпты. Менің досым Антуан да костюмдеріңді көргісі келетін шығар. Қанша дегенмен Париждің тумасы ғой. Әлемдік сән астанасының. Мә, саған Парижге аттанамыз ба? Я, ескі досыммен жолығып қайтамыз. Bonjour, mon ami. Сәлеметсіз бе, Антуан? Олля-ла, неткен сұлулық. Париж сән апталығына тап болғандаймын. Сіз сән апталығында болдыңыз ба? Ей, болдың ба сінес, құрсын сондақтан тұрған жоқпын ба десе. Кетті ол. Ей, болдың ба сінес, мен сояқтан кеткен жоқпын, қатырасың сенде. Құмыш құсы, қайдағы сұрақтарды қоя бермей. Қайсы не бар десе. Кетті ол. Кетті ол. Мультфильм ғой, Майя. Сиқырлас үй. Жазайын ба? Париж сән апталығына тап болғандаймын. Сіз сән апталығында болдыңыз ба? Сіз сән апталығында болдыңыз ба? Болдың ба деймісің? Мен онда бас аспаз боп істегенмін. Онда менің профитрольдерімді бәрі сүйіп жейтін. Ал мен әлі
Онда менің профитрольдерімді бәрі сүйіп жейтін. Ал мен әлі профитрольдерді жеп көрмеппін. Антуан, Маяға ол тәтті тоқаштарды дайындауды үйрете аласың ба? Қуана. Антуанның профитроль дайындау әдісі мынандай. Алдымен сары майды ыстық тұзды сумен араластырамыз. Енді араластырамыз. Алдымен сары майды ыстық тұзды сумен араластырамыз. Енді кастрөлге ұн қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Енді достар, қамыр сәл салқындағанша күтіп, жұмыртқаларды бір-бірден қосамыз да, әбден араластырамыз. Ал енді қымбатты досымыз кондитерлік шприц қамырдан кішкентай домалақтар жасайды. Мая, қомағай, шприцті толтырайық. Не қарап тұрсыздар? Кішкентай домалақтар жасайды. Мая, қомағай, шприцті толтырайық. Шынымен кішкентай екен. Ал енді профитрольдерді пешке салу керек. Ал енді профитрольдерді пешке салу керек. Крикнул, да? Ал енді профитрольдерді пешке салу керек. Дұрыс. Қане? Дұрыс. 20 минутқа пешке қоямыз. Ал олар піскенше крем дайындаймыз. Миксер қоюлатылған сүтті сары маймен араластыршы. Сары маймен! Десе. Миксерге ұрысып атса. Чё тупешь? Десе. Кеттік. Францияда профитрольдерді 16 ғасырдан бастап дайындаған екен. Францияда профитрольдерді 16 ғасырдан бастап дайындаған. Бірақ ол кезде кремді тәтті тоқаштар емес, сорпаға қосатын кішкентай домалақ нандар деп аталған. Тәтті профитрольдерді тек 19 ғасырда дайындай бастаған екен. Бүгінде профитрольдер ең танымал француз тоқпастарларының бірі. Жергілікті аспаздар тіпті олардан ерекше крокембуш бал күлшесін дайындайды. Профитрольдерді биік пирамида сияқты тізеді. Үстіне карамель қойып, жемістер мен қантты гүлдермен әсемдейді. Иә, қомағай. Деп тұрып алса, Майя, қуып тұрса. И не можешь остановиться. Иә, қомағай. Профитрольдеріміз үлкен болыпты. Мына есіме сөйлетіп кетті. Мультфильмді күшті көрем ше. Мультфильм безразмерный қуа бересің, фантазияға сыйған даусын сала бересің. Кетті. Бар құпия ерекше қайнатылған қамырда. Бар құпия ерекше қайнатылған қамырда. Дұрыс, сиқырлы асы қожайыны. Сен француз тоқпастарлары жайлы менен кем білмейсің. Енді оларға крем толтырамыз, дәмін татайық. Крем жақшы, үстіне. Деп қуып кетсе. Что-то мен тез оқып жібердім, да? Дұрыс, сиқырлы асы қожайыны. Сен француз таспақа?
Sen Fransuz tokbasarları jaylı menen kim bilmeysin. Endi olarga krem toltıramız. Demin tatıp göreyik. Дәмі тілейрек. Париж сән апталығында сенің профитрольдеріңді ұсынғаны бекер емес қой. Тәттіңізге рахмет, Антуан. Бірақ қомаға екеміздің үйге қайтатын уақытымыз болды. Әлі қаншама киім жасап үлгеруім керек. Шығармашылық табыс тілеймін, Майя. Тездетейін бе? Кетті. Париж сән апталығында сенің профитрольдеріңді ұсынғаны бекер емес қой. Тәттіңізге рахмет, Антуан. Бірақ қомаға екеміздің үйге қайтатын уақытымыз болды. Әлі қаншама киім жасап үлгеруім керек. Шығармашылық табыс тілеймін, Майя. Аревуар, достар. Сау бол. Аревуар. Аревуар? Аревуар, достар. Сау бол, Майя. Қандай мультик еді аты? Сиқырлы ас үй. Париж сән апталығына әлі алыс шығар. Бірақ мұнда бәріне ұнайтыны анық. Кәдімгідей күлесі ғой, иә. Әлі аурулар сияқты. Енді қайтам енді. Ана, нені жанар салама? Дейтіндерді. Бір рет сөйтіп қыңсылап жүреді ғой жанар. La 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 lila 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 la la lila 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 la Ali lila мой соседом тириридім фас сосед. Алима екеуміз біз. Алима екеуміз фильм аударып жатырмыз. Алимон. Сәлем барлықтарыңызға. Бұлар қазір ауыл мұғалімі екіншісіне түсіп, қолдары тимей жүр. Біз жан жақтан бір-бірімізді жинай алмай жүрміз. Мен болсам бұлар болмайды, бұлар болса мен болмайды. Зараза вытрезвительде. Қасқабай ұстат. Ал. Мерсу. Я. Ай. Әке қараңыз. Ойды айту керек, Әке, қараңыз. Бұл менің білезігім ғой. Просто мен барым ғой деді. Кетті. Әке, қараңыз. Бұл менің білезігім ғой. Баяғыда жоғалтып алған едім. Енді таптым. Қонды нәрсе тауыпсың, Майя. Өзің нағыз археолог екенсің. Мәссаған, ал археолог деген кім? Жер астынан түрлі көне бұйымдарды іздейтін ғалым. Созайын. Evet, еще раз.
Археолог дегеніміз жер астынан түрлі көне бұйымдарды іздейтін ғалым. Керемет. Ал біздің құмда ондай заттар бар ма? Жоқ, Маяжан. Нағыз көне заттар тым тереңде болады. Нақты қайдан іздеу керегін білу үшін көп оқу керек, Маяжан. Мен бәрін үйренгенше құнды заттарды түгел қазып алады. Ал маған қазір керек. Қалай ойлайсың, Қомағай? Сиқырлас үйден көне нәрсе табуға бола ма? Қалайсыңдар десе. Бұл кітапты ашпағалы біраз болған екен, я. Сау бол. Сау бол. Сәлеметсің бе сиқырлас үй қожайыны? О, сәлем, Мая, және Қомағай. Мә, саған, қандай көне кітап? Мұны қайдан қазып алдың? Я, мұны қазып алған жоқпын. Жәшіктен алдым. Бұл кітаптан мен ас әзірлеуді үйренгем. Түсінікті, өкінішті. Білесің бе, жерден түрлі көне заттарды табу өте қызықты. Өткенге тап болғандай боласың. Мая, қазба жүргізбей-ақ өткенге оралуға болады. Вавилонның ежелгі тұрғындарының ас мәзірін көріп, бір тоқпасарын дайындайық. Мерсу. Мерсу жер шарындағы ең ежелгі тағамдардың бірі. Оның дайындау әдісін ғалымдар ежелгі Вавилон қаласынан табылған қыш тақташалардан тапқан. 3000 жылдан астам уақыт бұрын Вавилон аспаздары бұл тағамда байларға ұсынатын болған. Де? Да, тақташалардан. Ежелгі Вавилон қаласынан табылған қыш тақташалардан тапқан. 3000 жылдан астам уақыт бұрын Вавилон аспаздары бұл тағамды байларға ұсынатын болған. Бұл тәттіні қазір де дайындайды. Қазіргі дайындау әдісі бұрынғысынан өзгеше. Бұрын тәтті құрмалар мен жаңғақтардан басқа бұл тәттіге ірімшік, тіпті сарымсақ қосатын. Сарымсақ қос. Қалайсың, Зараза? Қайдасың? Сарымсақ қосылған тәтті ме? Не? Уайымдама, біз оң саңғалақ түтінді көбірді. Бе деген андай фу екен ғой. Қосылған тәтті ме? Уайымдама, біз мерсуды заманауи тәсілмен жасаймыз. Бізге дәнегі жоқ құрма және грек жаңғағы керек. Тамаша, енді құрмаларға жаңғақ саламыз. Осылай. Жарайсың, Мая. Але, оп! Енді пістелерді ұнтақтаймыз. Ұнтақтағыш, келсап, сендердің көмектерің керек болады. Ал біз әзірге табада ұнды сармайға қуырамыз. Жарайсың, Мая. Але, оп! Мультикті қараңдар. 4 июньнен бастап бүкіл кинотеатрларда. 4 июньнен бастап?
қуырылған ұн. Ежелгі адамдардың дайындау тәсілдері қызық екен. Дайын болған қоспаны құрмалардың үстіне құйып, ұнтақталған пісте сеуіп, тоңазытқышқа қоямыз. Тоғашқа қалып кетті. Тоңазытқышқа қоямыз. Қандай тамаша ежелгі тәтті. Рахмет сиқырлы сый қожайыны, өткенге саяхат үшін. Опа. Ежелгі тәтті. Рахмет сиқырлы сый қожайыны, өткенге саяхат үшін. Сау бол. Сау бол, Майя, кездескенше, қомағай. Біз нағыз археологтар болмасақ та, қазба жұмыстарын жүргізе аламыз. Акифтің дауысы жүр ғой дейді. Акиф полставка мультфильмде жұмыс істейді. Қазба жұмыстарын жүргізе аламыз. Сонежан, күректі ала ғой. Біздің құмда не жасырылғанын көрейік. Рахмет. Рахмет. Ал өскенде біз міндетті түрде нағыз көне заттарды табамыз. Бәкен, бәкен. Деп әкесі күліп отырсын. Әкесін тыңдайық. Семейка. Ага. Ой, ақшашын не істемейсің. Шаштары шешелеріне тартып. Қып-қызыл. Әкелерді қоңыр ма? Нағашыларына тартқан екен қызыл шашты. Иә. Марқұм нағаш мамалардан аумайды десе. Мультфильмде. Осы Соня күлмей ақ қойса бар ғой, иә? Ешкім ештеңе демейтін. Обязательно күлу керек па Соняға? Айтпа. Ешкім ештеңе деп ренжімесе бар. Ау, Соня зачистила, аха. Еще қалай зачистила. Ол зат зачистила деген. Көп шығат болыпты. Ана құттай қыз ба? Иә. Өсіп келе тұр ғой енді құрсын. Баяғыда жоқ секілді. Баяғыда 10 серіде бір шығатын еді. бесікте жатты ғой баяғыда. Иә. Қазір сөйлеймін арасында еще. Я, рахмет, сау болды. Сөйлемей қойса ешкімді сұрамасайды ғой. Да, никто бы не вспомнил бы. Соня неге сөйлемейді деп бәрі хат жазса. Сұмдық қой. Сол күйі сөйлемей кетеді. Мамалығы дейді. Жүгері ботқасы. Бұл нормаль, мамасында осы. Жүгері ботқасы. Мамалығы деп аударған ба жүгері ботқасын? Жүгері. Жүгері ботқасы. Жүгері ботқалығы десе. Жүгара ботқалығы десе. Әке, неге? Әке, неге тыржалаға шырсын десе. Келші шықсы әке десе. Неге сонша қараң? Бұл жинал. Әкесін қолай бұтсын. Әке, ішіп алғансың ба десе. Мультикта жүр дейма сондай сөз. Өткенде орысша жасап бердік осы мультфильмге? Иә. Иә. Сол күйі жоқ. Рахмет деді ау дейме. Қабылдамаған ғой бізде. Бізді мамалығы деп ойлаған сияқты бұлар. Хорошо поржали. Не. И все, дальше. Ал, дед. Кет там.
деп ойлағансың. На ровном месте мамалығы болды. Қыз, Енді оқайын деп не могу. жиналай қыз. Пап, почему так темно? Әке, неге сонша қараңғы? Неге тыржалып жүрсің? Бітті ғой я. На этом журнале Ералаш. Та-да-та-да-там. Нешеде кету керек дейді. 5:30-да ғой. Садик қой, садик. Кет. Әке, неге сонша қараңғы? Әлі кеш батқан жоқ қой. Кешірші Эльмира. Қараңғы? Әлі кеш батқан жоқ қой. Күзде ерте қараңғы болады. Күн қысқарады, Маяжан. Мәссаған, жұлдызды аспан қандай әдемі. Оның рас. Анау жердегі ожауға ұқсас шоқ жұлдызды көрдің бе? Ол 7 қарақшы. Ал жанындағы кішірек ожау кіші урса. Оны кіші урса деп атайды. Аттары қандай қызық. Аспандағы барлық шоқ жұлдыздарды көргім келеді. Бәрін бірдей көре алмаймыз. Біз жердің солтүстік жарты шарында тұрамыз. Сол үшін тек осы жарты шардағы шоқ жұлдыз... Тек осы жарты шардағы шоқ жұлдыздарды көре аламыз. Мама, енді айтып отыр. Не айтып отыр? Ана оның алдында не деді? Бата берді ма? Өкінішке орай, бәрін көре алмаймыз, Маяжан. Біз жердің солтүстік жарты шарында тұрамыз. Сол үшін тек осы жарты шардағы шоқ жұлдыздарды ғана көре аламыз. Сұрағың өте көп екен. Жалдымауыз, шешең сияқтысың бар ғой. Көк бүт деді осы. Деп ұрса. Так, не стынь, пчелка моя. Че, пчелка моя емес не? Да, мне кажется, еще что-то не хватает. Мы істемей алған ғой. Құрсыншы дейсің алған ғой. Не, өздері бірден қайта салады деп. Кеттік ал. Көргім келеді. Я. Шоқ жұлдыздарды көргім келеді. Өкінішке орай, Маяжан, біз бәрін көре алмаймыз. Біз жердің солтүстік жарты шарында тұрамыз. Сол үшін тек осы жарты шардағы шоқ жұлдыздарды ғана көре аламыз. Өйткені олар өте алыста орналасқан. Қап. Ал басқа шоқ жұлдыздарды көре алмаймыз. Қап. Мұңайма, Маяжан. Біздің аспанда әдемі жұлдыздар өте көп. Кейінірек басқа шоқ жұлдыздарды да көрсетем. Ал қазір апаңа кешкі ас дайындауға көмектесуім керек. Қалай ойлайсың, Қомағай? Сиқырлас үйде әлемдегі барлық жұлдыздарды көруге бола ма?
Бүгін аспан шайдай ашық екен. Тіпті пармезан шоқ жұлдызы көрініп тұр. Сәлеметсің бе сиқырлас қожайыны? О, Майя, қомағай, қайырлы кеш. Ого, аспанда жұлдыздар самсап тұр. Мұнда тек жердің солтүстік жарты шарындағы шоқ жұлдыздар көрінбейтін шығар. Майя, көңіл күйіңді түсіргім келмейді. Бірақ біздің сиқырлас үйде өз шоқ жұлдыздарымыз бар. Міне мысалы үлкен пияз шоқ жұлдызы, ал ана жерде кіші авокадо шоқ жұлдызы, ал мынау жүгері ботқа шоқ жұлдызы. Қандай ботқа? Жүгері ботқа. Күлет. Қыз күлет. Деп. Бірдеңе етеді. Қомағай. Қандай ботқа? Кетті. Жүгері ботқа. Ол не нәрсе? Майя, жүгері ботқасы. Жүгері ботқа деген не нәрсе? Майя, жүгері ботқасы Румын және Молдав ас мәзіріндегі дәстүрлі тағам. Қою жүгері ботқасы. Шоқ жұлдызға осы тағамның аты берілген. Мен ботқаны жақсы көрем. Бірақ мұндай дәлі жеп көрмеппін. Дайындап көрейікші. Әрине, Майя, қуана. Оны дайындаудың еш қиындығы жоқ. Су қайнап тұрған ыдысқа жүгері ұнын салып, шым-шым тұз қосу қажет. Бұл кезде байқау керек. Күйіп қалмау үшін, түйіршіктер қалмау үшін жүгері ботқасын үздіксіз араластыру қажет. Ботқа қоюланған соң баяу отта тағы 5 минуттай қайнатамыз. Соңында сармай қосып, суығанша қойып қоямыз. Сол кезде ботқа дайын болады. Шынымен дайындалуы оп-оңай екен. Оп-оңай дейін. Десе, кет. Ау? Нені? По работе жасалайыншы деп балалар. Шынымен дайындалуы оп-оңай екен. Жүгері ботқасын алғаш 17 ғасырдың соңында дайындай бастаған деседі. Дәл сол уақытта Молдовияда жүгері еге бастады. Бұл дәнді дақылды Еуропаға 15 ғасырдың соңында Оңтүстік Америкадан алып келген. Бастапқыда жүгері патша бақтарындағы сәндік өсімдік болған екен. Уақыт өте келе бұл өсімдіктің дәндері байлардың, кейінірек қарапайым адамдардың да дастарханында пайда болды. Молдав және Румын шаруалары оны нанның орнына жеген. Бүгінде жүгері ботқасы ең көп желінетін жергілікті тағамдардың бірі. Оны ірімшік, жұмыртқа, саңырауқұлақтармен жейді. Жүгері ботқасына ұқсас, бірақ атаулары басқа тағамдарды көптеген елдерде дайындайды. Мысалы, Италияда полента, Грузияда гоми, Замбияда угали. Енді мұндай жытағам. Дайындайды. Жүгері ботқасын алғаш 17 ғасырдың соңында дайындай бастап, дәл сол уақытта Молдовияда жүгері еге бастады. Молдовия деді ма? Молдавияда? Дәл сол уақытта Молдовияда дей салайын. Дәл сол уақытта Молдовияда жүгері еге бастады. Молдавияда. Молдавияда. Молдавияда.
Дәл сол уақытта Молдавияда жүгері еге бастады. Пайда болды, да? Ой, там еще 3-4 предложения. 3. Созайын ба? А? Жоқ, дұрыс Замбияда угали деп бітеді. Я. Просто точка қояйын. Замбияда угали. Енді мұндай тағам жайлы білетінім қандай керемет. Үйде апаммен бірге дайындаймыз. Өте жақсы, Майя. Өте дәмді. Рахмет саған сиқырлас үй қожайыны. Біздің кететін уақытымыз болды. Сау бол. Кездескенше, Майя, сау бол, қомағай. Барғасын хабарласыңдар, уайымдаймын ғой. Десе. Ал мынау Маяжан аққу шоқ жұлдызы. Жұлдыздар айқыш пішінде және ұшып бара жатқан құсқа ұқсайды. Десе, а? Ал? Жан. Айқыш пішінде және ұшып бара жатқан құсқа ұқсайды. Қандай жарық. Көзің жұмылып барады ғой. Ұйықтайтын уақытың болды, Маяжан. Қайырлы түн, әке. Сейіп жат, қызым. Десе, еще раз, қайырлы түн. Қайырлы түн, қызым. Жүгері ботқасы шоқ жұлдызы қайда? Қайда жоқ боп кетті? Жүгері ботқасы шоқ жұлдызы. Ежелгі астрономдар таң қалатын еді. Мына қызым қуайын депті. Скорый шақыр депті. Скорый шақырып қуып кетсе. Қайырлы түн, қызым. Өмірдің жалғанында. Жатыр да қуып кетсе. Әлди, ай, ал. Ага. Қайырлы түн, әке. Қайырлы түн, қызым. Қызым, сен бас састқан, десе. Деп отырып қойса қызы. Майя балапанам. Майя. Ей, Майя. Не болды? Ауыз жалмай отыр ма? Не смыкание? Мультик қой, мультик. Не болды мына мультиктегі жігітке сынып отырсың ба? Қайта қараң келіп отыр ма? Берсейші қырғызды, Эльмира. Жалмауыз ау. Я. Звондаймын ал мекен. Ақбөкем. Жазып жіберсейші. Сиқырлы ас үй. Сиқырлы
қалай еді? Бедрум қалай еді? Ванна. Ал- Қазақша ма? Ванна? Басрум. Бедрум. Бедрум қазақша қандай? Жуынатын бөлме ма? Сиқырлы жуынатын бөлме десе. Дайындаңдар. Көп ұзамай біз белгісіз жағалауларға саяхат жасаймыз. Түрлі қызықты оқиғаларды көретін боламыз. Ал мынау еркектер сияқты есіп көріңдер. Міне осылай. Деймін арасында. Жел жоқта ескектерді есеміз. Ал жел соққанда желкендерді көтереміз. Ай, кім келіп кетті, өзде оқи салдаршы десе. Кетіп қалса. Майяның бітшін шығартады. Не деп Майяның бытшы шығып кетті. Кептірілген жемістер сусыны. Голубцы дейді ғой. Голубцы тобы. Мынау 62 кептірілген жемістер. Асқабақ бәліші шығар голубцы, е? Жоқ, асқа бәліші тікленің не ғой? Зефир. Қалақай сорпасы. Қалақай сорпасы. Ау. Бізде 60 деген не жоқ? Тек жоқ, 62-ден басталды. Иә? Шын айтам, 64-тен бітеді міне. 65 бар, кстати. Кептірілген жемістер деген ашы сухофрукты ғой? Сухофрукты. Бізде 60-тың тексті жоқ, апай. Голубцы қазақша қалай болар екен? Голубцы қазақша ма? Мирош, қалайсың? Голубцы қазақшасы еркет отайлар. Құлғытсы. Бұл қайраттың несі ғой? Голубцылар десе қазақша. Просто ларды қосып берсе. Голубцылар. Голубцилар деп оқып берсе қазақша. Голубци де. Ей қайыр. Орама дейді. Біреулер орама деп жазып жатыр. Орамалар. Орам жапырақ дейді міне біреулер. Арам жапырақ де. Шестьдесят первой нету, 62-й есть. Тәтті бұрыш сорпасы. Қырыққабат орамасы. Жоқ, таң атпай отырмын, просто таң атпаймен бері. Ұйқым келіп отыр. Түс ауа өстік. Ұйқы қысатыны бар. Болды ма, Эльмира, не істейміз? Все?